Шанхай ынтымақтастық ұйымы Астана саммиті қарсаңында ұйымның банкаралық бірлестігінің халықаралық кеңесі өтті. 8 елдің өкілдері бас қосқан алқалы жиында экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару саласындағы меморандумға қол қойылды. Құжат аясында ұйым мүшелері ынтымақтастық көкжиегін кеңейтуді көздеп отыр, яғни бірлескен жобаларды жүзеге асырып, өзара тәжірибе алмасуға мүдделі. Биыл Қазақстан төрағалығымен Шанхай ынтымақтастық ұйымында экология жылы болып жарияланды. Сондықтан қоршаған орта қауіпсіздігін сақтап, экологиялық сын-қатерлерді еңсеру маңызды. Осы ретте Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі бірқатар жобаны қолға алған. Біз қаржы секторы тұрақты экономикаға көшуде шешуші рөл атқаратынын түсінеміз, және Қазақстан даму банкі қоршаған ортаны қорғау мен әлеуметтік дамуға бағытталған жобаларды белсенді қолдауға дайын. Қазіргі кезде Қазақстан даму банкі жалпы қуаты 560 мегаватт болатын жел, күн және су энергиясының қосалғанда жаңартылатын энергия көздерінің 9 жобасын қаржыландырды. Бұл саладағы мақұлданған және қаржыландырылған жобалардың жалпы көлемі шамамен 63 миллион долларды құрайды. Ал екі жоба банк алдындағы міндеттемелерін өтеп үлгерді. Қазақстанның ESG бағытындағы бастамаларын ұйым мүшелері де жоғары бағалап отыр. Тіпті кейбірі ESG қаржыландыру тетіктерін үйренуге ұсыныс білдірді. Қазақстанның даму банкымен бізде ынтымақтастық аясында жұмыс істеуге келістік. Біз үшін бұл жаңа тәжірибе болады. Бізде Қазақстанның даму банкі сияқты ESG рейтингін алғымыз келеді. Жиында Шанхай ынтымақтастық ұйымы банкаралық бірлестігінің келесі төрағасы да белгілі болды. Енді төрағалық қызмет Қытайдың даму банкіне жүктеліп отыр. Сондай-ақ кеңес барысында серіктес банктер екі жақты кездесулер өткізіп, бірқатар өзекті мәселені талқылады. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан 24 KZ.